Бұл дүниеде бәрі де өледі. Бұл сәт саған да қатысты, досым. Бір күні сен де жер астына кіресің. Өлімнен ешкім құтыла алмайды. Өз өліміңді көз алдыңа елестетші. Иә, қабылдау қиын. Түбінде өліммен бетпе-бет келетінің хақ. Бұл сөздер маған қатысты емес деп ойлама. Мен тек сенімен сөйлесіп жатырмын, басқалармен емес. Тек саған ғана айтып жатырмын, досым. Өйткені менің сөздерім саған көмегін тигізеді деген ойдамын. Енді жақсылап көз алдыңа елестетші. Аптаның жұмасы. Сен жұма намазға мешітке келдің. Жұманың уағызын тыңдадың. Жан жағыңда жамағат. Сондай бір жағымды тыныштық жағдай. Бұл сенің тұрақты өтіп жатқан күндеріңнің бірі. Уағызды бітіріп, намазыңды жамағатпен оқып, мешіттен шықтың. Ал ішкі жан дүниең ойлануға тұрарлық. Неге? Өйткені күнәңнің көптігін білесің. Сен сол күнәларың үшін барынтаңмен кешірім сұрай алмадың. Аллаға жалбарына алмадың. Бірақ ол ойдың бәрін шегеріп ойламауға тырысасың. Осындай ойлармен келе жатып, жолдың арғы бетіне өте бергенде кенеттен барлық нәрсе өзгерді. Қатты жылдамдықпен келе жатқан автокөлікті сен жақындай бергенде ғана байқадың. Сол сәт қимылсыз қаласың. Өміріңде ойламаған сәтке кезіктің. Сен көлік апаттарын күнделікті ғаламтордан көріп мән бермейтінсің. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша. Айналаның барлығы сен үшін тоқтап қалғандай. Бір сәтте соққының кесірінен қуыршақ секілді аспанға ұшып барасың. Басыңда миллиондаған ойлар. Өмірің көз алдыңнан өтуде. Сосын денең жерге құлайды да, дірілдеп барып тынышталады. Сен қара асфальттың үстінде жатсың. Бұл кино емес, бұл шындық. Уақыт сен үшін тоқтап қалған. Осы сәт достарың қайда? Өйткені олардың көмегіне мұқтажсың. Жан-жақта жаңғырған сирена дауысы. Сен ауаның тарылғанын сезесің. Адамдардың барлығы айналаңда жүгіріп жүр. Сен қимылсызсың. Барлық жақ қан. Сенің қаның. Ойыңда шынымен бәрінің біткені ма деген сұрақ. Мен жас едім ғой. Өлім кәрілікте емес педі? Есіңде болсын. Қабірде сен сияқты мыңдаған жастар жатыр. 90-шы жылғылар, 2000-шы жылғылар. Ал бүгін мүмкін сенің де уақытың жетті. Сен қанға малынып жатсың, жедел жәрдем енді келіп жетті. Айнала ушу, дүбелең, айқай. Саған демал, терең тыныс ал деп айқайлауда. Бірақ сен үшін бәрі түсініксіз. Бұл бір қорқынышты кинодай, бірақ басты рөлде сенсің. Қанның денеңнен кетіп бара жатқанын сезінесің. Денең мұздап барады, дірілді сезесің. Сені көлікке салып сиренамен әкетіп барады. Жол беріңдер деген айқай естіледі. Сен емханадасың. Дәрігерлер операцияны бастауда. Олар сенің өмірің үшін күресуде. Өлімді алыста деп ойлайтынсың. Бірақ өлім адамға жап жақын. Өзегіңді бір ғана нәрсе өртеп барады. Ол өкініш. Сен Аллаға жалбарынасың. Я Раббым, тағы бір мүмкіндік берші. Бір ғана мүмкіндік. Дәрігерлер барынша сені құтқаруға талпынуда. Ал сенің ойың тек тірі қалу. Сол кезде экраннан бір ғана сызықпен ұзын сигнал естіледі. Дәрігерлердің бастары шарасыздықтан төмендеген. Мұң басқан түрлерімен операциялық залдан біреулеп шығып барады. Енді жалғыз қалдың. Бірақ жаныңда біреудің бар екендігін сезінесің. Ішкі терезеден бір кісі саған қарап тұр. Ол кісіге ішке кіру үшін рұқсат береді. Кім бұл? 15 минутқа кері шегінейік. Үйдегі телефонға қоңырау шалынады. Анаң телефонды алады да, «Иә, мен» деп жауап береді. Кенеттен түрі өзгеріп жылайды. «Балам, балам» деп айқайлайды. Бұл сенің анаң. Аллаға қолын көтеріп, «Я Раббым, баламды кешіре көр» деп дұға етеді. Оған өмір бере көр. Әлі жас қой. Ол дұрыс жолда жүре алмады. Оны қазір әкетпе, я Аллам деп жалбарынып жылайды. Соңында бәрі кетіп, жалғыз қаласың.
Бұл сенің рухыңның денеден шығатын сәті. Алдыңда Әзірейіл тұр. Егер сен Алланың жолында болсаң, ол саған дос ретінде келер еді. Бірақ сен бұрыс жолда болдың. Өйткені күндеріңді есіңе аласың. Арақ, қыздар, түнгі клуб. Сен Әзірейілдің жақсы пиғылмен келмегенін біліп тұрсың. Ол сені жазалау үшін келіп тұр. Сенің рухың денеден шығады. Сен адамдардың төбеден қарап тұрғанын көресің. Олар сені жерлеуде. Қараңғы түнек, суық. Не болып жатыр? Жәннатқа барам ба, тозаққа ма? Жоқ, қазір сен екі жаққа да бармайсың. Алдымен қабір. Қабірдің азабы сені күтуде. Жаныңда бірге күнә істеген жандар, достарың, туыстарың. Бірақ олар сенімен емес. Сен оларға қайтқың келеді. Бірақ бүгін сен жалғызсың. Имам сенің рухыңа аяттарды оқиды. Сосын сені жермен көмеді. Әкең, бауырларың саған топырақ тастайды. Болды, бәрі бітті. Сен өзіңмен не алдың? Бұл өмір сені алдады. Айфон, қыздар, автокөлік, зәулім үйлер, байлық, барлығы енді жоқ. Олар тақтайларды қойып, қабіріңді жабады. Міне енді осы қараңғы түнек сенің үйің. Егер сен өмірде үлгергеніңде еді, қолыңды көтеріп жалбарынғың келеді, бірақ кеш, енді кеш. Жер сені сығады, ал сен дәрменсізсің. Сен енді ғана түсіндің. Ананы саған кім берді, кім сені ризықтандырды? Мен қандай ақымақ болдым. Өзіңді өзің ұрып сөккің келеді, бірақ жасай алмайсың. Тек Аллаға жалбарынасың, қатты өкінесің. Маған тағы бір мүмкіндік берші. Мен өмірден түксіз өтем деп ойламадым, я Алла. Өзімді өзім алдаған екенмін. Өмірге алдандым. Мені қайтарсаң, сәждеден бас көтермеймін деп жалбарынасың. Мен не істедім? Тым болмаса Құранды бастан аяқ оқи алмадым. Жалынасың, жылайсың. Бірақ ештеңе өзгермейді. Ешкім де саған көмектесе алмайды. Сен бауырыңды, анаңды, достарыңды шақырасың. Әке, мені неге намазға шақырмадың? Біз туыс едік қой. Неге мені жаман жолдан тыймадың деп айқайлайсың. Бірақ бәрі бекер. Ешкім естімейді. Тек Алла ғана сенің даусыңды естеді. Сен Алладан жоғары қойғандарың қайда? Қасыңда мәңгі болам дегендер қайда? Махаббат, ақша қайда? Бастығың қайда? Сен жұмыс үшін дініңді саттың. Жұмыстан уақытың болмаған үшін намаз оқымадың. Енді олар қайда? Сен жылайсың. Жер сенің көз жасыңа қанған. Қабір сенің үйің. Енді ақыр заманға дейін азапталасың. Азанда кешке көз алдыңда тозақ тұрады. Сен Алладан азапты тоқтатып, келесі өмірге өтуді сұрайсың. Ал келесі өмір одан да азапты. Тозақтың азабы тым ауыр. Сонда сен мәңгі өмірді уақытша өмірге ауыстырғаныңа қатты өкінесің. Өмірде желеу табатын мұсылман болған шығарсың. Бірақ жер астына барғанда желеу таба алмайсың. Бірақ Алла кешіруші. Құдси хадисте айтылады: менің мейірімім ашуымнан асып түседі. Тағы да, менің қолым маған 5 саусаққа жақындаса, мен оған 1 шынтаққа жақындаймын. Егер маған қарай жүрсе, мен оған қарай жүгіремін. Алла сенің қадамыңды күтуде, бір ғана қадамыңды. Жайнамазды жайып, я Аллам, бүгіннен бастап мен өзіңмен біргемін, мені қабылда деп дұға ет. Осы айтылғандардан кейін желеу таба алсаң, онда біл, желеу шайтаннан. Ол сенің ондаған жыл өміріңді зая кетірді. Ал бүгін оянатын күн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айтқан: қабір ма, немесе отты шұңқыр ма, немесе жәннат бақшасы ма? Алладан біздің амалдарымызды жәннат бақшасына апаратындай болуын тілейік. Өлім келгенде: Әзірейіл, қош келдің. Мені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямға апар. Мен оны сағындым. Мені Аллама апар деп айтатындай дәрежеде болайық. О Алла, мені өлімге дейін тәубеме келтір. Мені ақыр заманға дейін қабылда. Бізді күнәларымыздан кешір. Тура жолға сал. Сұрақ жауап күні өз мейіріміңе ала көр. Егер бұл видео сенің жүрегіңе жетсе, Алла маған да саған да сауаптардан жазған болсын.
Алла біздерге жәннатты бұйырған болсын. Әмин.